Сәлеметсіз бе? Қараша айына арналған таразы белгілеріне қарап көретін боламыз. Қандай өзгерістер болуы мүмкін қараша айында? Таразы белгілері өте бір өздерін өзгертеді қараша айында, өздерін нақты өзгертеді, аяқтан баса дейді. Мінездерін өзгертеді, өмірлері өзгереді, жұмыстарын өзгертеді, немесе жұмыста сатыға көшу, жоғарғы сатыға, бұрынғымен қоштасу, жаңағы қадам, қиындықтарды жеңу, ең бастысы қиындықтарды жеңу, өзінің денесінің реставрациялану деген сияқты, жаңалану, жаңадан ояну деген сияқты. Адам бір өзінің жаңа этапқа өтуді айтады. Өте күшті, өздеріңізді мықты сезінесіз, любой ситуацияда нақты шешім қабылдайсыз, нақтылық пайда болады, сенімділік пайда болады, мықтылық пайда болады. Мінезіңіз өзгереді, денсаулығыңыз өзгереді, қиындықтар болды, енді мықтылық, ары қаратай шешім қабылдау, ары қаратай сенімділік деген сияқты. Кішкене қаталдық пайда болады, мықтылық пайда болады. Өзгеріске дайын тұрыңыз, қорықпаңыз болашақтан, ешқашан күмәнданбаңыз. Өзіңізді дайындаңыз сол өзгеріске, яғни трансформация жасаңыз. Дайындап, әрекеттеніп, өткенмен қоштасып, өткен жіберуге тура келеді. Өткендегі қиындықтар, өкініштер, қоштасу қиын болса да, немесе тастау қиын болса да, немесе өзгеру қиын болса да, соған дайын тұрыңыз, өзгеруге тырысыңыз. Жіберіңіз өткендегі кездерді. Өткен ғашықтықты ұмытыңыз, өткен қиындықты ұмытыңыз, өткен бір нәрсені ұмытыңыз. Болашаққа жақсы нәрсеге қараңыз. Бір ситуацияны жабыңыз, аяқтаңыз, болды. Ол жабылу керек. Дайындаңыз өзіңізді жаңа нәрсеге, болашаққа. Күшіңіздің барлығын өкінуге емес, болашаққа салыңыз. Өзіңізді қиын болса да өзіңізді соған дайындаңыз деген сияқты. Жабылсын көп мәселе. Ойындар, жаңағы мәселелер жаңа айтқандай. Бір қараңыз, қарапайым түрде сізге жүйкеңізге тиетін, бір көңіліңізге қалдырған адамдармен арақатынасты тоқтатыңыз. Болды. Ары қаратай шыдауға болмайды. Бір нәрсе көңіліңізден шықпады ма, соны бітіріңіз, болды. Тастап кетіңіз. Керек емес ондай. Сізге көңіліңізге қарамады ма, немесе бір нәрсе сізге ыңғайсыз болған нәрсенің барлығын тастаңыз. Өзіңізді мәжбүрлеп, соған мен көну керекпін деген нәрсені алып тастаңыз. Өмірге жеңіл түрде қараңыз, мәселеге қараңыз. Ең бастысы қараңыз, бір қарапайым түрде бытабуқада айтқанда ұйықтай берудің қажеті жоқ. Тұрыңыз, әрекет жасаңыз, отыра берудің қажеті жоқ. Дайын тұрыңыз өзгеріске. Өйткені сізге уәде береді, бір емес бірнеше карталар, одан да көп карталар өзгеріске дайын екеніңіз көрсетеді. Қараша айында мүлдем басқа адамға айналуыңыз мүмкін. Жақсылыққа қарай, қалауыңызға қарай деген сияқты. Өзіңізге ауыр жүкті арта бермеңіз. Мысалы, барлық міндетті жүкті өзіңізге ала бермеңіз. Жауапкершілікті бүкіл барлық нәрсе сіздің мойныңызда бола бермесін. Айтыңыз, менің барлығы мойнымда емес. Менің де өмірім бар, мен де өзім қалауыммен жүремін деген сияқты. Мәжбүрлемеңіз. Барлық адамның көңілін алу шарт емес сізге. Өзіңіздің көңіліңізді алу керексіз. Ең бастысы тағы да бір айтатын нәрсе, қараша айында таразға кредит алмаңыз. Мүлдем. Шаршайсыз, қиналып қаласыз. Қосымша. Қарыз алмаңыз біреуден. Мүлдем сізге запрещен. Қарыз алуға, кредит алуға. Өйткені
өзіңізді қинайсыз соңында. Соңын ойлаңыз. Өзіңізді қинауларына жол бермеңіз. Ашша айтқан сөздерге дайын болмаңыз. Мысалы, сізге біреу қинап бір сөйледі ма, қайтарып, неге сен олай айтып жатсың деген сияқты. Көне бермеңіз, иә мен деп өзіңізді ешқашан төмен ұстамаңыз деген сияқты. Финансыңызда қорқыныш бар сіздің. Ойдан құрастырылған қорқыныш болуы мүмкін. Сол қорқыныш, ойыңыздағы қорқыныш орындалмау үшін қарыз алмаңыз. Қараңыз мәселеңізге. Қорқытады әрине, уайымдатады. Сондықтан үнемдеу ең бастысы. Реттеу, қарау деген сияқты. Уайымдаған нәрсеге тіке қарау керек. Және соны шешу керек. Қашу емес, жауып қою емес, кейін қалдыру емес. Кейін шеше саламын, қазір емес деген емес. Қазір проблемаға тіке қарау керек сізге. Өйткені сіз кейінге қалдыра салайын, көне салайын, қазір емес, қорқытады, уайымдайын деп жүруге болмайды сізге. Жұмысыңызға келетін болсақ, таразылар, жұмысыңызда күтетін, сабырыңыз шыдайтын жұмыстар болуы мүмкін. Күтуге тура келетін, қарауға тура келетін, шыдауға тура келетін жұмыстар. Жұмысыңыз жаймендеп жүріп жатыр. Сондықтан финансыңызда қиындықтар бар. Өзгеріске дайынсыз, оны да өзгертуіңіз мүмкін. Мәселені толығымен шешіңіз, мәселеге тіке қараңыз. Өзіңіздің мәселеңізбен айналысыңыз, біреудің емес. Кішкене тәкаппар болыңыз. Эгоист болыңыз кішкене. Эгоисттік кейде адамның өзіне кейде керек нәрселер. Ол эгоисттік. Адам өзіне қамқор болу керек. Өйткені сіз өзіңізге қамқор болмасаңыз, біреу сізге қамқор болмайды. Бірінші кезге өзіңізді қойыңыз. Жұмыстар кішкене жаймендеп жүріп жатқан сияқты, күтіп шаршаған сияқтысыз. Сондай да бар. Жұмысы жоқ таразыларда жұмысыңызды өзгертуге де шешім қабылдауыңыз мүмкін қарашада таразылар. Жұмысы жоқ таразыларда біріншіден әрекет аз болуы мүмкін. Өзгеріске дайын тұру керексіз, мәселені шешсеңіз жол ашылуы мүмкін. Екіншіден бір ер азамат көмектесуі мүмкін жұмысыңызға. Бір мейірімді туыстарыңыз болсын, ер азамат жұмыс табуға көмектесуі мүмкін. Жұмыс табуға әбден мүмкіндік бар, яғни бұл сіздің әрекетіңізге байланысты. Қалауыңызға қарап жұмыс табуыңыз мүмкін. Ортадан жоғары деңгейдегі жұмыстар да болуы мүмкін. Отбасы жоқ таразыларда қазір асықпай жатсыз құруға. Бірте бір уақытша арақатынастар болуы мүмкін сізде. Мысалға бір алып ұшып кеткен бар, бірақ соңы жоқ арақатынастар болуы мүмкін. Бір емес 3 жан болуы мүмкін. Таңдауға асықпайсыз. Уақытыңызда бір серьезныға қарамайсыз. Қарашада біреу болады, дағы соң болмайды, жоқ, аяқтап кетеді, тағы біреу пайда болады. Сондай бір тұрақтылық жоқ арақатынас болуы мүмкін. Немесе бір сондай жандар кездесуі мүмкін сізге. Сіз ондай адаммен арақатынас құрғыңыз келмейді. Егер сізге байыпты арақатынас керек болса, значит сіз ондай жандарға уақытыңызды құртпайсыз. Немесе үшеуінің біреуін таңдауға өзіңіз сондай мінез көрсетуіңіз мүмкін. Мысалға бір серьезно қарамауыңыз мүмкін. Мысалы, мынаны да көре салайын, мынаны да көре салайын. Олай болмайды. Олай болса сіз арақатынас құра алмауыңыз мүмкін. Бірақ вниманиясыз қалмайсыз. Көп противоположный полдың вниманиясы көп болады сізге. Жұбы бар таразыларда қарашада бірге жүру, даму, алға қарау, дайындалу арақатынастың болашағына. Бір өзіңізді емес, екеуіңізді ойлайтын арақатынас. Өте жақсы. Бірге өмірге құлшыныс, татулық, ұрыс-керіс болса татуласасыз.
серьезный ары қатынасқа ары қаратай да кетіп бара жатсыз. Болашаққа қадамдар бар, өте күшті. Соңыңыздан өткенге емес, болашаққа қарау. Бірге даму, бірге өсу. Дайындық сол жолға, жаңа жолға қадам. Өте күшті. Бір-біріңізге қамқор болып, бір-біріңізді ойлап. Бұл жерде бір адам емес, бірнеше адам болғандықтан, екі адамның жұптық ара қатынастың мықтылығын көрсетеді. Ары қаратай түсінушілік, бір-біріңізге тартылыс күші, ары қаратай сезімнің мықтылығын көрсетеді. Егер ара қатынасыңыз ұрыс-керіс болып, кім кешірім сұрайды деп күтсеңіз, екеуіңіз де кешірім сұрауыңыз мүмкін. Егер сізде ара қатынасыңыз қатты қиын, татуласу мүмкін емес десеңіз, бәрібір де бір жолдар ашылуы мүмкін татуласуға. Өйткені бұл жерде жақсы ара қатынас, болашағы жақсы ара қатынас көрсетеді. Сондықтан жақсы нәрселерді ойлаңыз. Сізде өзгерістер бар, сізде әбден өзгерістер көп. Немесе бір таразылар өзін қинаған ара қатынастан кетеді. Болды, өзін бағаламаған ара қатынастан кетеді. Яғни өздері бір болашаққа, басқа өмірге қадам басады. Сонда көрсетеді. Сондықтан барлық жақсы, өзгерістерге дайын тұрыңыз. Ситуацияның жақсы тарапын ойлаңыз. Өйткені сізде өте күшті өзгерістер, сіздің өзгерісіңізді күтеді. Кейде адам өзін тәрбиелеу керек деген сияқты, ал сіз өзіңіздің өзгерісіңізге дайын тұрасыз. Бұл үлкен болашақтағы жақсылықтарға алып келуі мүмкін. Рахмет, сәттілік тілеймін.